Бей-берекет шашылған қоқыс қаланың көркін бұзуда. Шаһардың тар көшелеріне тұрғын үйлерге тым жақын қойылған арнайы жәшіктерде қолайсыздық туғызуда дейді атыраулықтар. Мұнайлы өңірдің тазалығына жауаптылар мәселені қалай шешпек? Әріптесім Әсел Сапарбай тақырыпты зерделеп көрді. Мына жолдың бойында орналасқан қоқыс жәшігі көлік жүргізушілері мен көпқабатты үйлердің тұрғындарына кесірін тигізіп жатыр. Олардың айтуынша, күн ысы келе бұл иіске шыдау мүмкін емес дейді, ал өздерінің бұл қоқысты алып тастауға қауқары жетпейді. Мәселен, Абдрахманов көшесіндегі мына қоқыс жәшігі тұрмыстық қалдыққа лық толы. Жолдың арғы бетіндегі жер үйлердің тұрғындары да қоқыстарын сол жерге шығарып тастаған. Көше сәнін бұзып тұрған бұл үйінділер ары бері өтіп жатқан көліктерге де кедергі. Сосын мына ауылдардың бәрі әкеліп, барлық мусорларын әкеліп мына жерге төгеді. Көрдің бе? Мынау қайтып бүгін алып азайтқандағысы. Зачем? Мына жерден алу керек енді. Үйдің басына 25 метрден жақын. Мынау дейді, қазір 25 метрге жетпейді мынау дейді. Жазда жатқызбайды деп. Ана умайық суын әкеліп төгеді, әкеліп мына жерге бар. Мынаның ішіне төгеді. Түнде әкеліп төгеді, осы ұрыстым, керістім, осы талаймен жаға жыртыстым. Участковый шақырып алып айттым, вообще тыңдамайды. Мына ауылдар әкеліп мусорларын әкеліп төгеді. Қатты жел тұрса, көрініс қандай болатыны айтпаса да түсінікті. Қалдықтардың барлығы жан-жаққа ұшады. Тазалыққа жауаптылар кемшіліктердің бар екенін жоққа шығармайды. Дегенмен тұрғындар да судан таза, сүттен ақ емес. Бей-берекет қоқыс лақтыратын тұрғындардың да кінәсінің бар екенін айтады. Бұл қоқыс жәшіктерін біз сол тиесілі көшеге апарып орната алмаймыз. Оған әзірге мүмкіндік жоқ. Енді біздер алдағы уақытта дәл осындай проблемаларды шешу үшін жалпы қоқыстарды, тұрмыстық қалдықтарды кестеге сай, яғни бестарный әдісі дейді, бестарный метод дейді, осы бойынша алуды жоспарлап жатырмыз. Қазіргі уақытта бұндай әдіс қаланың сырт аумағындағы ауылдық округтер Дамбы, Балауса, Еркін қаласында елді мекендер, Томарлы, Бесікті сынды елді мекендерде жүзеге асып жатыр. Қазіргі уақытта барлық қалаға осы әдісті орнатуға әзірге мүмкіндік жоқ. Алдағы уақытта техникаларды көбейткеннен кейін бұл әдісті толықтай қолданамыз деген ойдамыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, қаланың мұнтаздай таза болуы тұрғындардың жауапкершілігі мен қызмет көрсетуші мекеменің еңбегіне тікелей байланысты. Әсел Сапарбай, Жарылғаш Шалғасов, Атырау телеарнасы.